Табиғат жаратылыстың ғажап туындысы. Ақын Қадыр Мырза әлі айта кеткендей, таза ауаға кешегі кім шанады? Түтін, тұман аспанды тұмшалады. Кір шалады қанатын аққулардың, соны ойласаң көңілді кір шалады деп бүгінгі табиғаттың күйін жырлайды. Жалпы табиғаттың бар сыйын ала отырып, кейбіріміз атмосфераны түрлі түтіндермен ластап, хош иісті гүлдерге ұсқынсыз қоқыстарды тастап, таңғажайып табиғатты ластап отырғанымыз даусыз. Адам баласы дүние есігін ашқан сәттен көркіне көз тоймас әсем табиғатқа сүйсіне көз тастайды. Көгілдір аспан, жап-жасыл ағаштар, мөлдір таза тұнық суды болмағанда ағып жатқан бұлақтың сыбдырын, айналада болып жатқан құбылыстардың сыңғырын, құстардың бұлбұлдай әсемінің әлемге нұрын шашқан жарықтығын естіп, көріп ерекше күйге түседі. Бұл табиғаттың адам баласына берген сыйы. Табиғат жаратылыстың ғажап туындысы, табиғат тіршілік көзі. Қоршаған ортаның ластануы кейде табиғат құбылыстары әсерінен, негізінен адам әрекетінен пайда болады. Жалпы табиғи ластану дегеніміз ол бізде жанартау атқылауы, сел жүру, топан су басу, өрт тағы да басқа. Ал адамның ластауы ол бізде шаруашылық іс-әрекетінің салдарынан қалыптасады. Мысалға, өндірістік, тұрмыстық қалдықтар мен әртүрлі улы заттардың қоршаған ортаға белгілі бір мөлшерде тыс шығарылуы табиғи нысандарды орынсыз пайдалануы жатады. Жалпы осы біз ластаған, яғни өз қолымызбен жасаған қателігімізді өз мойнымызбен көтеруіміз керек. Өйткені адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұны айтар тілі жоқ дейді ғой. Біз бір-бірімізге байланыстымыз. Бүгінде экологиялық мәселелер Қазақстанда да өзекті болып отыр. Соңғы 5 жылда, яғни 2018-2022 жылдар аралығында Астана, Қарағанды, Жезқазған және Теміртау қалаларында атмосфералық ауаның ластануы қалыпты деңгейден жоғары екені байқалған. Ал Астанада ауа қыс мезгілінде көбірек ластанады. Бұған жылу электр станциялары мен жеке жылыту секторларының қарқынды жұмыс істеуі себеп болған. Қазақстанда ауасы ең лас қала Қарағанды. Атмосфералық ауаның ластануына жылу электр станциялары мен жеке жылыту секторларының шығатын түтіні мен өнеркәсіптік кәсіпорындарының ауаны ластайтын қалдықтар әсер етеді. Теміртауда өнеркәсіптік және металлургиялық кәсіпорындар мен қысқы жылу электр станциялары бар болғандықтан ауа барлық маусымда ластанып тұрады. Ал Ақтау, Алматы, Жезқазған, Қостанай, Түркістан, Теміртау, Петропавл, Өскемен қалаларының ауасы 50%-ға дейін ластанған болса, Ақсай, Ақтөбе, Балқаш, Жаңаөзен, Жаңатас, Көкшетау, Павлодар, Риддер, Рудный, Сәтпаев, Семей, Талдықорған, Тараз, Орал, Шу, Шымкент, Бурабай қалалары 20%-ға дейін ластанған. Ал Ақсу, Алтай, Арқалық, Атбасар, Атырау, Әуезов, Аягөз, Екібастұз, Қаратау, Кентау, Құлсары, Қызылорда, Саран, Степногорск, Талғар елді мекендерінде ауа ең таза болып шықты.